демонстративно хиджабтарын шешіп жатыр блогерлер, ойыңыз қандай? Мен оны айтқам, енді шешетін болсаңыз реклама жасамай ақ шеше беріңіз. Жалаңаш жүресің ба, голый кетесің ба, өзің біл, бірақ елге көрсетпей ақ қою керек. Неге? Өйткені көрсетіп, мен сізге айтайын. Өйткені олар келген кезде сол демонстрациямен келген адам. Бұл дін сондай дін, Алланың діні. Бұл дінге демонстрациямен келген адам, демонстрациямен діннен шығып кете береді. Бұл қағида солай. Сіз Алла үшін келген болсаңыз, Алла сізді жібермейді. Сондықтан дінге келгенде де анау бірден біреуге еліктеп, біреуге көрсетіп, біреуге мақтанып үшін емес, Алла үшін жүректі ашсын деп сұраңыздар. Адам үшін, біреу үшін келсең, өмірің бәрі біреу үшін болады. Содан кейін шешу керек. Одан кейін Алла Тағала неге тұрақтанып қызбады? Өйткені бұл адамдар шүкір айтпады. Бұл дін шүкір айтатын дүние. Радиту биллахи раббан, мен шүкір етім Раббыма, ва бил ислами динан, дініме шүкір етім. Ва би Мұхаммадин саллаллаху алейхи ва саллам, разы болдым пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға деп осыны айту керек. Одан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дұға қылған. Дұға қылғанда я муқаллибал құлуб, ей жүректерді аунатып ойнататын Алла, жүректерге ойнататын Алла, мына ойнаған жүрегімді бір қалыпты сәббит құлуби, менің жүрегімді я муқаллибал құлуб, жүректерді тыныштандыратын Алла, жүрегімді, ойнаған жүрегімді тыныштандыр, секірген жүрегімді орнына жайластыр деп сұрау керек әрдайым. Алла Тағала қаламаса, намазға келу қиын емес, намазды ұстап қалу проблема. Намазды бүгін бастап ертең тастап кеткендер көп, бірақ ұстап қалу өте қиын.